мазганы итеретін болды. Папамды айтам. Қайда жүр екен өз? Бүгінде арақ ішіп келсе екен. Онда сабақ тексермек түгілі еңбектеп өзінің төсегін зорға табады. Келе жатыр әне, сиырдың аузынан шыққан тәп құсап. Бәрі сап-сау қойы. Сабазым қалай? Папа, қалыңыз қалай? Жақсы. Сен қашаннан бері мен қалсылайтын боқпағасың. Қалыңыз қалай дейді ғой. Соған қарағанда бір күнәң бар ау жамас. Тағы да екі ма? Иә. Жетісіпсің. Бәсе, бұл неғымен жалбыңдап қалымды сай қалып демейін бі? Қай пәннен? Қазақ тілі. Ойбай, ойбай. Өз ана тіліңнен ба? Иә. Ят емес бей. Не деген сұмды ғой. Бүкіл Қазақстанда бұна қазақ атаулы. Қазақ тілін осы үйретеміз деп ат салысып өліп жатыр емеспіз бей. Қазақ тілінің қадірін кетірген мақұлық. Сізде ме? Немене сізде ме? Сізде ат салысып жүрсіз бе? Иә. Онда неге әнегіне үйге орыс өлең айтып келдіңіз? Қалай орыс өлең? Не деп? Үйге келдіңізде, я сегодня не такой, как вчера деп құлап түстіңіз төсекке. Апырай. Мамаң көрді ме? Мамаң білді ме? Иә. Не деді? Мамаң бірдеңе деді ме? Иә. Не деді? Мамам, точно ты не такой, как вчера. Сегодня просто как свинья, дед. Апырай. Жағын айырып жүрген жоқпын ба мамаң? Қайдағы? Жағын айырмақ тұрмақ сиыр басып кеткен құрбақадай жорғалап төсегіңіз. Болды. Үндемесе кетіп барасың ғой дейді. Сабақ солай оқымайсың бе? Оқып жүрмін ғой. Оқып жүрсең неге екі аласың енді сен? Сабақтан екілікті алған жоқпын. Неден алдың енді? Ана Құлқынбайша мұғалім. Сізді қорлағанына шыдамай кеттім. Ол мен неме деп қорлап жүр? Сабақ үстінде, «Ей Құдай бергенов, атаңның басына жетісіп отырсың ба?» дейді. Иә. Мен айттым, атамның басына емес, сіздің басыңызға жетісіп отырмын дедім. Содан? Сол-ақ екен, түкіргі шашырап жынданды да кетті. Тілмен жағына сүйенген нақұрыс. Баяғыда әкеңнен көріп едім, енді баласынан көретін болдым ау. Ой, апырай. Алдың қарба қайда барса, сон қарба сонда барады дейді. Әкеңнен асып қайда барам дейсің? Ары кетсе әкең сияқты май-май басқан, сасыған бір алқаш тракторист боларсың деп сайрап отыр. Ой, апырай, көрсетем мен оғаны сасыған трактористі. Сосын? Мен шыдамай кеттім де, менсінбетіңіз бар. Онда неге жазда үш бөтелкеңізді беріп жалынып, шөбіңізді шаптыртып алыңыз деп едім? Сөзге келмей-ақ, өз сияқты біттиған екіні біттита салды. Сен тоқтай тұршы. Сен мен ол үш бөтелке арақ берген, шөп шаптырған сен қайдан білесің? Өзіңіз мамама айтып отыр едіңіз ғой? Мамаңа айттым, я. Мамаңа айтқан кезде сен енді ұйықтап жаттың ғой. Жоға. Көрпенің астынан қарап жатқан. Бұрай, ұят болды. Жарайды, болды. Болды. Тапсырма бердім үйге? Иә? Қандай? Амоним, синоним, антоним деген сөздерге мысал келтіріп келіңдер деді. Келтірдің бе енді? Иә, амоним мағынасы басқа сөздерді айтады. Иә, мысалы? Ол сұмырай адам. Кім сұмырай адам? Амоним. Атаңның басы. Ей, мынау сұмырай адам деген амоним естсе мен құлағым керең болсын. Аяғына дейін тыңдамайсыз бен? Ал тыңдадым ал мен. Бұрынғы заманда Жапониядан сұмырай адамдар көп болған. Жапонияда? Сұмырай адам көп болған. Күледі ғой. Күлмегенде жылайын бе? Ей,
Kim айтты саған оны? Сымырай деп, ей! Ол самурай, самурай! Сарбаз деген сөзден шыққан. Ары қарай. Синоним дегеніміз жазылу басқа, мағынасы бір сөздерді айтады. Мысалға, Любой сөз бе? любой не сенің? Қазақ тілін үйреніп тұрған жоқпыз бе, айналайын? Кез келген деп айтпайсың бе? Кез келген сөз бе? Кез келген сөз. Онда ауру. Құдай ау. Содан басқа сөз таппай қалдың да? Енді өзіңіз кез келген сөз деп тұрсыз ғой? Жарайды, айтшы енді, айтшы. Ауру, есалаң, есуас, топас, теңкелес. Тоқта, айналайын. Шобыртып сен қайда кетіп барасың өзің? Бұл синонимдер ғой. Ненің синонимі? Аурудан. Атаңның басы, аурудың синонимі. Аурудың синонимі сау адам. Арғарайшы. Антоним дегеніміз түкті ғой. Антоним дегеніміз бір-біріне қарама қарсы сөздер. Мысалға? Сіз бен мен. Қалай сіз бен мен? Биік аласа дегенім ғой. Дұрыс. Ары қарай. Терең таяз. Терең таяз. Дұрыс. Оңай қиын. Мынау дұрыс екен. Шындығында осы кейде осы мұғалімдердің өзі қызығы осы. Осы балаға жөндеп тәрбиелесе айтып шығады, мінекейінде мүдіріне айтып шықты ғой. Енді ары қарай айтшы енді ары қарай. Ауру адам. Аурудан басқа сөз таппай қалдың ба сен осы? Антонимге келіп тұр емес пе? Ауру адам, яғни өліп қалған адам. Атаңның басы өліп қалған адам. Ауру адамның синонимі дімке, сырқат. Түсіндің ба? Біріккен сөздер, ол енді бірігіп кеткен сөздер ғой? Бірігіп кеткен сөздер, дұрыс я. Мысалға? Ауру. Той я. Құдай-ай, қайдағы ауру, сен осы ауру деп ауырып қалғаннан саумысың ей? Дұрыс емес пенді. Ау және ру деген сөздер бірігіп тұр ғой? Ау, ру. Дұрыс екен де. Бұл дұрыс қой, бірақ енді анау мұғалімің тағы ерегесіп, баттайтып екіні қоя салса қайтесің? Әбден мүмкін. Мүмкін болса, онда басқа мысал келтірші айна. Онда қораз, қор, аз. Жарайды, міне дұрыс. Аурухана. Құдай-ай. Құдайым айт, қайдағы ауру ей? Ауру емес, аурухана. Аурухана? Ауру және хана деген сөздер бірігіп тұр ғой? Хана деген не ал? Хана деген не ол? Соны да білмейсіз бе? Хана деген бітті, құрыды, капут деген сөз. Ой, тұрмай. Жарайды енді ауруханаң не енді сенің аурухана? Аурухана деген ауру болып келесің, бітті, бәрі капут, бәрі өлесің деген сөз. Иә. Сонымен бірге емхана, дәріхана, асхана, емхана, ем қонбайды, қана өлесің деген ұғым. Апырай. Дәріхана, дәрілер қымбат, ақшаң жоқ болса, тоже қана, құрыдың деген сөз. Апырай, я. Асхана деген, асханадан тамақ ішесің, асқазаның қана, соны могила, яғни мола, ұқтыңыз ба? Сен немене қойғайлап дейсің, маған ұқтыңыз ба деп қояды. Саған мен үйретіп атырым ба? Жоқ, мен сен үйретіп атсың ба? Қорай, ұқтыңыз ба деп қояды. Бар жүгірама, қана болып кетпей тұрғанда жазандағыларым. Соның көйін анау алғы, ауру деген сөзіңді жазбашы. Ертең тағы да анау. Ханаң сенің екі қойып жүрер. Апырай, құлқынбай шал, жарғымы айнадай, нәмісшілім біл, нәмісіме тиіп беттік бе? Құдай бересе қаным ау. Ал енді, құлқынбай шал, көрерміз. Үш бөтелкеге, бір телешке, көмір түсіріп бір дөп жүреді, мен енді 13 бөтелке сұрайын атаңа әлек.